Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Масқара жаңалық. Біз құпияға көз жеткіздік. Дариға Назарбаева мен оның әкесі әрі көңілдес махаббаты қалмақ шал Назарбаев әлі де кетпей, Тоқаев рұқсатымен өз бизнесін басқарып жатыр екен. Қандай сұмдық, масқара. Осы видеоға лайк қойыңыз, шындықты бәрі білсін. Бастайық. Дариға Назарбаева мен Нұрәлі Әлиевтің компанияларында ШІС құрылтайшыларының, қатысушыларының және мүшелерінің есімдері жасырылған. Forbes және өткен жылдардағы мемлекеттік деректер базасынан алынған мәліметтерге сәйкес, Дариға Назарбаева ұлы Нұрәлі Әлиевпен бірге Европа плюс Қазақстан ШІС Радиосыды телерадио компаниясы және тәуелсіз телеарна ШІС-нің иелік етеді. Ол сондай-ақ Dils Group Holding Company ШІС меншігіне ие, ал Нұрәлі Әлиев Capital Holding Invest ШІС-тең иесі. Дегенмен, қазір EGAF порталында заңды тұлғалар туралы ақпаратты алу кезінде төмендегі скриншоттарда көрсетілгендей, құрылтайшылар қатарында ештеңе жазылмаған. Құрылтайшыларды жасыру заңды ма? Қр. Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы заңына, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді жария ету 12-2 бабына сәйкес құрылтайшылар туралы мәліметтер құпия емес. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатынасты тұлғалар туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтер қатарына жатпайды. 12-2 бап. Шектеулі серіктестіктің қатысушыларын ашу. Бұл ретте ШІС аффилиирленген тұлғалары ретінде құрылтайшылар, қатысушылар, жеке тұлғалардың жақын туыстары, жұбайы, зайыбы, жұбайының, зайыбының жақын туыстары, бірлестіктің лауазымды тұлғалары, құрылтайшы қатысушы бақылайтын заңды тұлға, ірі акционер, ШІС құрылтайшысы қатысушысы болып табылатын заңды тұлға. Барлық шындық арнасы Әділет министрлігіне Назарбаев компанияларының құрылтайшыларды жасыруға құқығы бар жоғын анықтау үшін сауал жолдады. Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаментінің жауабына сәйкес құрылтайшылар туралы ақпарат құпия емес. Шарада сөз алған понтифик Абай Құнанбаевтың сөздерін мысалға келтірді. Дүниенің негізі махаббат пен әділдік. Абай адамзаттың бастауы махаббат пен әділдік деп еске алады. Бұл Алла тағаланың жарату тәжі. Ешбір жағдайда зорлық-зомбылықты ақтауға болмайды. Біз бейбіт өмір сүруімізді пайда күнемдік мақсаттар үшін қасиетін жоғалтуына жол бермейміз деді шоқынған шал. Ол қария Абайды қатты қастерлеп, құрметтейді екен. Достар, бұл сізді таңғалдырды ма? Комментарийге жазыңыз. Понтификке риза болсаңыз, лайк қойыңыз. Қасиетті билікке тірек болмау керек, ал билік қасиеттіге сүйенбеу керек. Құдай бейбітшілік, ал Құдай барлығын бейбітшілікке жетелейді. Ешқашан соғысуға болмайды. Ендеше жанжалдардың пайдасыз күшпен, қару-жарақпен, қоқан-лоққымен емес, тек Құдайдың жарлықауы арқылы шешілуі қажеттігін алға жылжытуға, күшейтуге барынша күш жұмсайық. Бұл адамға лайықты құралдар. Балаларға, өскелең ұрпаққа ерекше қамқорлықпен өткізетін кездесулер, диалогтар, сабырлы келіссөздер. Олар бейбітшілік азапты келіссөздердің нәзік нәтижесі емес, олардың прогресс пен болашақ туралы армандарын орындауға жақындататын үздіксіз білім берудің жемісі деп үміттенеді. Абай осыған байланысты білімді кеңейтуге, өз мәдениетінің шегінен шығуға, өзгенің білімін, тарихын, әдебиетін қабылдауға шақырды. Өтінемін, қаруға емес, білімге инвестиция салайық деді Рим папасы Франциск. Ол әркімге, әсіресе солшылдарға, қоғамның шеттетілген, ең әлсіз және кедей топтарына, жасырын және үнсіз, зардап шегетіндерге жақын болуға шақырды. Кедейліктің кесірінен індеттер мен басқа да үлкен бақытсыздықтар тарады. Олар жоқшылық пен теңсіздік жағдайында көбейеді. Бірақ бүгінгі күні ең үлкен қауіп факторы әлі де кедейлік болып отыр. Осы орайда Абай дана, аштан өлгендердің ақыл-ойы таза, оқуға ынталы бола ала ма деген. Кедейлік пен жанжал зорлық пен ашкөздікке әкеледі. Теңсіздік пен әділетсіздік белең алғанымен жек көрушілік, зорлық-зомбылық, терроризмнен де жаман вирустарды тоқтату мүмкін емес. Бұл бізді планетарлық масштабтағы екінші мәселеге әкеледі. Ол діндарларға ерекше түрде қатысты дүние мәселесі. Соңғы 10 жылдық дін басшылары арасындағы диалогтың басты тақырыбы болды. Соған қарамастан, біздің күндеріміздің өзінде соғыс індеті, үмітсіз қақтығыстар атмосферасы, бір қадам артқа шегініп, екіншісіне қол созу мүмкін еместігін көреміз. Бізге қоңырау, итеру керек, бауырлар, бұл бізден болуы керек деді Рим папасы. Біз өз болмысымызды арнаған жаратушы адам өмірінің іргетасын қалаған соң, біздер, діндар деп жүргендер бұл өмірдің бұзылуына қалай жол береміз деп жалғастырды понтифик. Абай былай деп еске алады: жамандыққа тосқауыл болмай жол бергенді нағыз мүмін деп санауға болмайды.
немесе ол жартылай сенуші. Бауырлар, әрқайсымыз жамандықтан тазаруымыз керек. Қазақтың ұлы ақыны осыны қадап айтты. Ол былай деп жазды: кімде-кім оқуын аяқтамай, оны тастап кетсе, ол өзін батадан айырады. Сондай-ақ кім өзін қатаң ұстанбаса, ол жанашырлық танытуды білмейді. Оны сенуші деп санауға болмайды, деді Рим папасы Франциск. Кеше қазақ жұртшылығымен кездесуінде ол домбыраның бейнесін қарызға алды. Бүгін мен музыкалық аспаппен осы жердің ең танымал ақыны, оның қазіргі әдебиетінің атасы, домбырамен жиі суреттелетін композитор Абайдың дауысын, үнін байланыстырғым келеді. Ол діндарлыққа толы туындыларды қалдырды. Онда осы халықтың жан дүниесіндегі ең жақсы нәрсе бейбітшілікті қалайтын және оған ұмтылатын үйлесімді даналық деп түйіндеді понтифик. Нұр-Сұлтанда әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтіп жатыр. Нұр-Сұлтанда әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі басталды. Шараға Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Рим папасы Франциск қатысады. 7-ші съездің басты тақырыбы пандемиядан кейінгі кезеңдегі әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы рөлі. Рим папасының ресми сапары барысында Рим католик шіркеуінің латын салтындағы негізгі литургиялық қызмет, ауқымды діни жиын өткізіледі. Жиынға кез келген дін мен конфессия өкілдері барса болады. Халық кедей болды. Үй шаруашылықтарын іріктеп зерттеу нәтижелері бойынша 2022 жылдың 90-ында ең төменгі күнкөріс деңгейінен, кедейшілік деңгейінен төмен табысы бар халықтың үлесі 5-ті құрады. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 0,3%-ға көп. Бюро кедейлік қаупіне үй шаруашылығының көлемі қатты әсер ететінін атап өтті. Осылайша 5 және одан да көп адамнан тұратын отбасылар арасындағы кедейшілік деңгейі 2022 жылдың 2-ші тоқсанының қорытындысы бойынша 9-ды құраған. Бұл жалпы кедейшілік деңгейінен 2 есеге жуық жоғары. Еске салсақ, бұған дейін Қазақстанда азық-түлік 20%-ға қымбаттап, инфляцияның өсу жалғасып жатқаны белгілі. Қазақстандағы әрбір 6-шы бала кедейшілік деңгейінде өмір сүреді. Қазақстандағы әр 6-шы бала кедей отбасында өсіп жатыр. Олардың 90%-ы көп балалы отбасылар. Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығының ғалымдары елде балалар кедейлігі бар деген қорытындыға келді. Бүгінде елімізде бір балаға берілетін жәрдемақы 11,5 мыңнан сәл асады. Ал азық-түлік бағасы күн сайын өсіп жатыр. Жұмыссыз ата-аналар да жетерлік. Сарапшылардың Сорос Қазақстан қоры қолдауымен жүргізген зерттеуі осындай көрсеткішке ие. Бүгінгі таңда елімізде 454 мың көп балалы отбасы бар. Талдау нәтижесі бойынша ауылдық жерде тұратындардың басты проблемасы тұрақты табыс болса, қалалықтар үшін тұрғын үй мәселесі өзекті. Өкінішке қарай, Қазақстанда көп балалы отбасылардың шамамен 13-ында бір ғана ата-ана бар. Яғни көп балалы отбасылардың жалпы санының 13-ы толық емес. Тек бір ата-анамен өмір сүреді. Не әке, не ана. Негізінен, әрине, бұл аналар, деді АИР ғылыми жетекшісі Жақсыбек Күлекеев. Талдау көрсеткендей, көп балалы отбасыларда азық-түлік жағы да проблема. Көп балалы отбасылар бойынша жәрдемақы енгізілгенге дейін алушылардың саны 260 мыңнан аспады. Көп балалы отбасыларды қолдау бойынша қабылданып жатқан шаралар бойынша 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 4 және одан көп балалы отбасына жоғары мөлшерде жәрдемақы енгізілді, деді қр еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік көмек департаментінің директоры Асқар Ниязов. Зерттеушілер бірінші кезекте көп балалы отбасылардың мұқтаждығын анықтау жүйесін жетілдіру қажет екендігін айтады. Олар көп балалы отбасыларды жасыл, толық, сары, мұқтаждық шекарасына жақын және қызыл, кедейлік шегінен төмен өмір сүретіндер деп бөлуді ұсынады. Парламентте аталған зерттеулерді қарастыруға уәде берді.